Makey. Yeah, mama. Assalamualaikum, hurmatly көрерmanдар, hurmatly замандаштар. Бүгін 2024 жылдың 31 август Ысыккөл обласы Чолпон Ата шаарындагы майданда ошол жерде финалдык беттеш оор салмактагы жигиттерибиз бүгүн ошол жерде күч сынашып көрүшөт. Достор, бүгүнкү 31 август эгемендүү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Көк бурчан балбан беттешүүдөн баштаптан байланыштуу жеңиш кызыл бурчан балбан Райхан уулу Бактыгулга коюлган. Райхан уулу Бактыгулга берди. Аманбай, Азамат биздин жигиттер. Куттуктайбыз жеңгенде. Ийгилик каалайбыз. Балбандарды ортого чакырабыз. Келе жаткан балбандарды тааныштыра берелик. Кызыл бурчан балбан Узурманкул уулу Калыбек Чүй обласы эл аралык дараждагы спорт чебери, 2 жолку көчмөдөр оюнун жеңүүчүсү. Көк бурчан балбан Мырзабек уулу Элдар спорт чебери, Жалал Абад обласынын балбаны. Азамат эки балбанга тең ийгилик каалайбыз достор. Азыр булар 80 килограммдык весте салмакта күч сынашып көрүшөт. Көк жабуучан балбан Мырзабек уулу Элдар Жалал Абад обласы эрегис боюнча спорт чебери. Ортодогу калыс Молдокулов Руслан улуттук дараждагы калыс.
Балбандар дүйнөлүк жаңы түзүлгөн ат үстүндөгү күрөш федерациясынын эрежелерине кармашат. Bir ұпай көк құрчан балбанға. Азамат эки балбанга тең ийгилик мынакей достор. Дагы курга жетти элдар. Bir ұпай менен көк құрчан балбан алдыда. Курга дагы жетти элдар балбан. Охо, мынакей буга да бирөө өтө бир чеберчилик керек экен чынында. Эпчилдик, опут. Элдар жеткизбей атат. Курга жеткизбей атат элдар. Калыбек дагы мындай жөнөкөй балбан эмес. Мынакей экөө тең курдан кармашты. Таза жеңиш. 2 минут 17 секундда таза жеңишке Бузурман Колуулу Калыбек Чүй обласынын балбан өкүлү. 2 жолку көчмөндөр оюнун жеңишчиси эл аралык даражадагы спорт чебери. Азамат. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз. 90 килограмм салмактагы балбандарды беттешүүгө чакырабыз. Ислам эл аралык даражадагы спорт чебери 2 жолку дүйнөлүк көчмөндөр оюнун жеңишчиси. Көк Курчан, көк жабычан балбан Ибрагимов Алмаз. Белеңиш боюнча спорт чебери Чүй обласынын балбаны. 60 килограмм салмактагы балбандарды ырдамдырабыз. Турдубеков Жекшебек, Нарын обласы, Русланбек уулу Нургазы, Чүй обласы. Килограмм салмактагы финалдык беттештик азыр баштайбыз. Анакей кызыл жабуучан балбан Бердибек уулу Ислам, Нарын обласынын балбаны. 2 жолку дүйнөлүк көчмөндөр оюнун жеңишчиси Көк Курчан балбан Ибрагимов Алмаз. Белеңиш боюнча спорт чебери Чүй обласынын балбаны. Калыстар курларын туура байланганын текшерип ортого коюшту. Ортодогу калыс Молдокулов Руслан улуттук даражадагы калыс. Жетти мынакей достор. Упай. Bir ұпай Кызыл Курчан балбан. Дагы bir ұпай. Таза. Топ.
Ой 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 ой. 23 sekund uақыттың içinde жеңіске Бердібек ұлы Ислам Нарын облысының балуаны ие болды. Ергіш бойынша ел аралық дараждағы спорт шебері дүйнөлік көшпендер ойын жеңушісі Бердібек ұлы Ислам. Азамат. Бердібек ұлы Ислам жеңіске жетішті. Русланбек ұлы Нұрғазы Чүй облысының балуаны. Әлемі қызыл жауын атқан Турдубеков Жексенбек Нарын облысының балуаны, Қырғыз Республикасының құрама командасының мүшесі, ел аралық даражадағы спорт шебері, дүйнөлік көшпендер ойыны жеңушісі, 2 жолғы дүйнөлік ерегіш бойынша чемпионаттың жеңушісі Турдубеков Жексенбек Нарын облысы. Көчмендерге бара тұрған бұйырылатушы еңішке. Біреу қарады. Абдрахманов Турдубол Ош облысы, Ибрагимов Темірбек Чүй облысы. Жеңіш Нұрғазы, ә? Жексен. Уақыт кетті. Кеттім маке. Екеуіне тең игілік қалайбыз маке достар. Біздің жаш балбандарыбыз. 70-тегі салмақта бұлар, 60-ша. Балбандар жаңа бекітілген дүйнөлік ат үстінде күреш федерациясының ережелерімен қармашат. Бұл ережеменен Қазақстанда өте тұрған ат үстінде күреш көчмендер ойынына қатысуға жолдама ашқан. Көмішеке мынау бұйырыл бар ата ертең, ә? Көчмендерге. Жаңа қара менен, ә? Қара қашқан. Бұйырыл бұлтыр Жаллауаттағы 9-ші майдачы. Өте жоғын әлі, нешкеріп кеттір? Ішкеріп кетті, сошы ғырды. Үйірден жаңын келген екен. Ең іштін аты, ә? Ең ішіне. Қараңшы, машалла. Bir ұпай қызыл бұршақ алынған. Аттың баш. Бұйырылда опыт көпті. Чығалбайзың бұты керіп тұрады мойынға. Екі өтен құртан қарма алып тұрмын әке достар. Мұна. Машалла, бұйырыл жақшат. Рабашы достар көчмендер ойынына шулап барады. Ең іштін аты. Дағы бір ұпай қызыл бұршақ алынға. Беттештің екінші минутасы кетіп отыр. 2 ұпай менен қызыл бұршақ алған алдыда. Çekşemayka tart getir. Yeter de getir. Tak. At üçü de. Azamat ekip balban teң Azamat. Bir ұпай қызыл бұршақ алынға. Болды. Азамат балбандар. 2 минут уақытта таза жеңіске Турдубеков Жексенбек Нарын облысының балуаны ие болды. Ел аралық даражадағы спорт шебері, дүйнөлік көчмендер ойын жеңушісі, ерегіш бойынша 2 жолғы дүйнөлік чемпионаттың жеңушісі Турдубеков Жексенбек Қырғыз Республикасының құрама командасының мүшесі. Ай Азамат. Жексен кел алайын. Беттешігі ерегіш бойынша дүйнөлік чемпионаттың 2 жолғы жеңушісі. Көк жауыменен келе жатқан балуан Чүй облысының балуаны
берегіш бойынша спорт шебері күйеу баласы. Мінекей біздің екі балбан осы келатады. Азыр күшін сынап көреді. Міне, тағы жол таныстырады. Қызыл Құлчан балбан Абдрахманов Тұрдықұл, Ош облысының балбаны, ел аралық дәрежедегі спорт шебері. Көк Құлчан балбан Ибрагимов Темірбек, күйеу баласының балбаны, спорт шебері. Ай, buyurul. Ерубай, Құлчан таза жеңіс. 22 секундта таза жеңіске Абдрахманов Тұрдықұл, Ош облысының балбаны болды. Ел аралық дәрежедегі спорт шебері, 3 жолғы дүйнөлік чемпионаттың жеңушісі Абдрахманов Тұрдықұл, Қырғыз Республикасының құрама командасының мүшесі. Финалдық беттесуге ауыр салмақтағы балбандарды күйеу баласының балбаны Қамшыбекұлы Фархат, берегіш бойынша спорт шебері. Бұл беттесуден кейін балбандар дару сыйла әземеу болады. Жеңіл екен ап, 3-ке, жұқа екен. Турамас болғандар екен. Көп биянын спортпай қалдан ал. Так, өз орынға келді. Daha bir yolu Beteştas'tan balbanda karşılayın. Kızıl Cavuk'un Жалауат обласының балбаны Кылычбекұлы Манас, берегіш бойынша спорт шебері. Көк Жаужан, Көк Құлчан балбан Қамшыбекұлы Фархат, күйеу баласының балбаны, берегіш бойынша спорт шебері. Қызыл Құлчан балбан Кылычбекұлы Манас, Жалауат обласының балбаны, Көк Құлчан балбан Қамшыбекұлы Фархат, күйеу баласының балбаны. Ортадағы қалыс Алдақұлов Руслан, ұлттық дәрежедегі қалыс. Kettim мінекей Қылчайын ашқан беттешу. Екі балбандың күш сынашы. Мінекей достар, Фархат балбан менен Манас балбан ауыр салмақтағы біздің чемпиондар. Мінекей екі балбанға тең игілік. Azamattар. Кетет. Çüde attı. Екі қалдап, тәуін. Кетет. Ерубай, Көк Құлчан балбан. Қаптан қалсайып тұрады. Беттешті біз жарым минут уақыт өтті. Ерубай менен Көк Құлчан балбан алдыда.
Makey. Ortada kalsın. Boy var mı? Bir upay Gökçe balonga. Ye, mana. Таза жеңіс. Жаңа дүйнөлүк ат үстүндө күрөш федерациясынын эрежеси боюнча кийим аттан биринчиси уруп кетсе жеңиш ошол балбан менен кылынат. 3 минут 30 секундда тазаң жеңишке камчы берди Фархат. Азамат. Чүй областында бар. Ушуну менен бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган жана Кара Кыргыз автономиялык областын түзүлгөн 100 жылдыгына арналган эрегиш боюнча мелдештигибизди жыйынтыктайбыз. Азамат. Сыйлык алып келгиле баарыбыздар. Сыйлык алып Блогер болып кеттім. Салаттар алганда пьедесталга атабыз. Мушкилер салаттар алганда пьедесталга атабыз. Аркасына. Арчага. Бул болгондордун сыйлыктарын тапшырып коюу үчүн Эрегиш боюнча Эрегиш федерациясынын башкы машыктыруучусу Турдубаев Нурлан Алашевич өзүбүз чакыртабыз. Азмеска, бир номер айтам, жазып албайсызбы сразу эле? Сразу өзүңүз. Анда эмесе мынакей, 60 кг салмакта 3-чү байгелүү орун ээлөө үчүн Акбарали уулу Сейталиев. 3-чү байгелүү орун ээлеген Тургунбеков Азамат. Өкөтөң Жалал Ата областынын балбандары. 2-чи байгелүү орун ээлеген Русланбек уулу Нургазы, Чүй областынын балбаны. Жана бул сандактын жеңишчиси Турдубеков Жекшенбек, Нарын областынын балбаны. Жетmiş кг салмактагы балбандар даярданып, сыйлоо жөнүндө 3-чү орун алган Токтогулов Адилет, Бишкек шаары, Назаров Алый, Чүй обласы, Шайдел уулу Алмабай, Баткен обласы, Райхан уулу Бактыгул, Нарын обласы даярданып турган. Эстелик сүрөткө чыгабыз, 60 кг салмактын жеңүүчүлөрү. Тургунбеков Жекшенбек 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнда Кыргыз Республикасынын намысын коргой турган жигитибиз. Бишкек шаары балбаны. 3-чү орун ээлеген Назаров Алый, Чүй областынын балбаны. 2-чи байгелүү орун ээлеген Шайдел уулу Алмабай, Баткен областынын балбаны. Жана бул салмактын жеңүүчүсү Райхан уулу Бактыгул, Нарын областынын балбаны. Азамат. Рахмат.
балуандардың сыйлықтарын бүгінгі белдесу башқарасы ұлттық даражадағы Сырымбулов Қуат ағай тапсырмады. 3-ші байгелі орын иеленген үшін Алашев Алишер, Талас облысының балуаны. 3-ші байгелі орын иеленген үшін Қошыбаев Ерназар, Үсіпкөл облысының балуаны. 2-ші байгелі орын иеленген үшін Мырзабекұлы Елдар, Жалағат облысының балуаны. Жана бұл салмақтың еңбекшісі Бұзырманқұлы Қалыбек, Шу облысының балуаны. Құттықтайбыз 90 балуандар. кг салмақтағы балуандар. Айбек жеңушілерін алып шығып пьедесталға. Балуандардың сыйлықтарын Нарын облысы Ерегіш федерациясының вице-президенті Сүйінбаев Жолдыбай ағай тапсырып қойсын. 3-ші байгелі орын иеленгені үшін Тұрсынов Алмамбет, Жалалат облысының балуаны. 3-ші байгелі орын иеленгені үшін Райымбердиев Хамболат, Пенсалға шықты. 2-ші байгелі орын иеленгені үшін Ибрагимов Алмаз, Шу облысының балуаны. Жана бұл салмақтың жеңісі Өрбекұлы Ислам, Нарын облысы. Жүз килограмм салмақтағы балуандар сыйлау жөнінде даярлап тұрғылар. Көп жолғы Қырғызстанның жеңісі ел аралық даражадағы спорт шебері. Yüz kilogram salmakta 3-cü байгелі орын Елеванұлы Талай, 3-cü байгелі орын иеленген Молдағұлов Темир, 2-ші байгелі орын иеленген Ибрагимов Темирбек, Шу облысы. Жана бұл салмақ жеңісі Абдрахманов Тұрдығұл, 3 жол бойы ерегіс бойынша дүйнө чемпионы. Ош облысы. İslam'ın öğretim, Allah'ın silahı, zırhlar taşımalar, başta katçı, Sümeylan'ın kızanlara esnafları. İkinci orunda Kılıçdaroğlu Manas, Yalanlığa doğrusu. Alemi Baygen 3. orundaydı. Tırmanlı Murat Bişkekşarı және Omar Bey'in Vakıfbek tanışmıştı. Balуандарды сыйлау әзірлеп, başta katçı Sümeylan'ın kızanlara esnafları. Kırgız Respublikası'nın egemenlik gününe және Қырғыз автономия облысының түзілгенінің Kırgız Respublikasының түйсіздігіне 3. орынды Умарбекұлы Бақытбек, Жалалабад облысы. Құрманғалиев Мұрат, Бишкек шahары. 2. орынды Кылычбекұлы Манас, Жалалабад облысы. Boşta yedi Kamçıyakoğlu Farhat, Шу облысының балуаны таныстырды. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу замандаштар.
Биз Жалал Абад областы Алабы району ынтымак айыл өкмөтүнүн жаш жигиттерибизди Чолпон Ата шаарында болуп аткан президенттик кубогуна ээреңишке алып келдик эле. Ошолордун 3 жигитибизден экөө Акбаралы уулу Сейиталы инибиз 3-чү орунду алды. 60 килограммдан 90 килограммдан Турсунов Алмамбет инибиз 3-чү орунду алды достор. Бул жеңишибиз сиздердики. Сиздердин дубаңыздар менен, өкмөтүбүздүн колдоо менен, коло кошунабыздын колдоосу менен, досторубуздун колдоо менен, сиздердин дубаңыздар менен ушул жеңишке жетип отурабыз достор. Мына 2 медалды алып кетип атам. Ал жигиттерибиз кече шаарда стройкада иштегенине байланыштуу эртерээк жолго чыгышка туура келип калды эле. Мен калып, алардын сыйлыктарын алып, бүгүн өздөрүнө тапшырам Кудай буйрса. Бул жеңишибиз биздин районубуздун жеңиши, биздин айылыбыздын жеңиши, биздин өкмөтүбүздүн колдоп турган Байыш Маданбековичтин колдоп тургандыгы жана досторубуздун, элибиздин, тууган уруктун колдоосу менен биз 3-чү орунду алып кетип атабыз Чолпон Ата шаарынан. Буларга ошогон көптөгөн балбандар эңишип көрдү, алар орунга жетишкен жок. Бизге жараткан Кудай насип кылган экен, мына биз алып кетип атабыз. Бул сыйлык, бул жеңиш баарыбызга, урматтуу көрөрмандар. Рахмат жигиттер, намус үчүн туруп, айылыбыздын, районубуздун намысын коргоп бергениңер үчүн силерге Аллах ыраазы болсун. Ассалому алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу айылдаштар. Биздин каналдын катталуучулары, мынакей жараткан Кудай насип этип, биз Жалал Абад областы Алабы району ынтымак айылынан жаш жигиттерибизди президенттик кубогу Чолпон Атада болгон чемпионат алып бардык эле ээреңишке. Ошо жигиттерибиздин үчөөнөн экөө Кудайга шүгүр Бактияр, Сейиталы, Алмамбет инилерибиз экөө 3-чү орунга жетишти. Ошолордун сыйлыгын ала келдим эле, тапшырып коеюн, биринчи, Акбаралы Сейиталы кел. Медал берекелүү болсун. Диплом. Могут не сам сетка. Анан 90 килограммда салмакта биздин балбаныбыз Турсунов Алмамбет инебиз 3-чү метрда. Диплом, сертификат 4000 сомдо. Рахмат, урматтуу туугандар, урматтуу көрөрмандар, мына ушинтип ынтымакта болсок, жок дегенде 3-чү орунга илешип келип атабыз. Эмиги жыл Кудай буйрса, 2-чи, 1-чи орунга аракет кылабыз, Рахмат. Жолуна барып, жетишип келсеңер, биринчиден ушу уюштуруп жаткан Нурлан, молодец. Мен ушунчалык өнөрүн өркүндөй бердим. Анан бери өзүнүн чоң алтындай болгон убактын ажыратып, балдарды чогултуп, уюштуруп аткан Хамит аке, алла разы болсун аке. Сиз ийгиликчилериңиз абдан ташкил бердим. Ар бир иштин ийгилиги жакшы да экен. Не дейбиз эми? Амин. Колуңардан спорт өткөрүн, Кудайым ден соолугуңарды бекем кылсын. Ынтымагыбызды ийгиликтерге жеткиребиз. Рахмат.